Қайырлы күн достар. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін оразаның 11-ші күніне арналған ас мәзірін сіздерге ұсынамын. Біз бүгінгі ауызашарға қазақтың ұлттық тағамы қуырдақты және ең оңай, ең қарапайым әдіспен чак-чак пісірдік. Және де балғын көкөністерден етті сіңдіретін осындай жеңіл салат жасадық. Біздің бүгінгі ас мәзіріміз сіздерге ұнайды деген ойдамын. Бізбен бірге болыңыздар. Ең алдымен қуырдақты жасап алайық. Қызып тұрған қазанға майды салып ертіп аламыз. Май аздап еріген соң ет, бүйрек және жүректі салып қуырамыз. Біздің етіміз жақсылап қуырылып болған соң, үстіне пияз салып, пиязбен бірге қуырамыз. Пиязды қаншалықты көп салсаңыз, қуырдақ соншалықты өте дәмді болып шығады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, бізде пияздың суы шығып, ет пияздың суына пісіп жатыр. Енді қазанға қара бұрыш пен тұз саламыз. Қазанға картопты салып, етпен араластырамыз. Бір кесе көлемінде су құйып, қазанның бетін жауып бұқтырып қоямыз. Бізде ет пен картоп 15-20 минуттай бұқтырылып тұрды. Картоп видеода көрсетілгендей жұмсақ болып пісуі керек. Енді қазанға бауырды салып, араластырып, тағы да 10 минутқа бұқтырып қоямыз. Бауыр өте тез піседі, сондықтан оны ең соңында салу керек. Біздің тағамымыз піскенше чак-чак жасайық. Ыдысқа 2 жұмыртқа және жарты шай қасық тұз салып көпіртеміз. Жұмыртқа кішкене көпірген соң, 1 шай қасықтың 4-тен 1 бөлігіндегі ас содасын салып, тағы көпіртеміз. Біздің жұмыртқамыз осындай қою көбікке айналуы керек. 180-200 грамм ұнды аз-аздан салып, қамыр илейміз. Қамыр осындай жұмсақтықта болуы керек. Дайын болған қамырды қапшыққа салып, 10 минутқа тындырып қоямыз. 10 минуттың ішінде біздің қамырымыз тағы да жұмсарады. Ал енді қамырымызды жұқа етіп жаямыз. Қамырды жайып болған соң, өзіміз қалаған пішінге келтіріп, кесіп шығамыз. Қамырды кесіп жатқанда, ұнды аз-аздан себу керек. Сонда қамыр бір-біріне жабыспайды. Қамырды ұсақ бөліктерге кесіп, сүлгінің бетіне осылай жайып қоямыз. Енді кесілген қамырларды табада қызып тұрған өсімдік майына пісіріп аламыз. Чак-чакты майға пісіріп жатқанда мұқият болыңыз. Таба биіктеу болуы керек.
Себебі қамырды майға салғанда май тасуы мүмкін. Және де қамырды қызып тұрған майға салғанда оны үздіксіз араластырып тұру керек. Сонда жабысып қалған қамырлар ажыралып, барлығы біркелкі болып піседі. Біздің қамырларымыз алтын түске енген кезде, оны майдан осылай сүзіп аламыз. Дәл осылай чак-чактың барлық қамырларын пісіріп аламыз. Міне, бізде чак-чактың барлық қамыры пісті. Енді чак-чак ыстық күйінде бал немесе сгущенка салып араластырамыз. Және де мен бұл чак-чакқа күнжітті қуырып салдым. Күнжітті чак-чакқа қуырып салсаңыз, өте керемет, хош иісті, дәмді болып шығады. Міне, біздің чак-чагымыз да дайын. Біздің бүгінгі ауызашардың 11-ші күніне арналған ас мәзіріміз де дайын. Ауызашардың ас мәзірі ұнады деген ойдамын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Келесі кездескенше.